Иманғали Тасмағамбетов Қазақстанның су жаңа 3-ші президенті болу мүмкін ба? Мен Назарбаевтың өнімімін деді. Яғни Назарбаевтың продуктысымын деп айтқан болатын өзін. 2006 жылғы шаңырақ оқиғасы. Мен мойындаймын, тарихи сауатта, саяси сауатта өте керемет Иманғали Тасмағамбетовтың. Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Кеше Иманғалиға қатысты бір видео жариялаған едім, яғни Иманғали Тасмағамбетов халқын жаңағы сабырға шақырып айтып жатыр, мен ресейшіл емеспін, мен өз халқымның қамын ойлаймын деді. Неше түрлі үндеуінде сөздер айтты, керемет даналық сөздерді келтірді, Абайдан айтты, Шыңғыс Айтматовтың сөздерін келтірді. Бір сөзбен айтқанда, бұлай жай ғана үндеу деп айтсақ қателескен болар едік, себебі бұл майын тамызып сөйлеген сөздері. Иманғали Тасмағамбетовтың жалпы қазақтан шыққаны, бір Атыраудың тумасы екені, қаншама жылдар бойы Алматыны, Атырауды басқарды, одан Астананы басқарды, Ресейге барып елші болды, Назарбаевтың тұсында керемет қызметтер атқарды. Міне осындай адам енді бүгіндері Мәскеуде отырып ОДКБ-ны басқарып отыр. Міне осыған байланысты Иманғалидің тарапына қаншама сындар айтылған болатын. Енді осыған байланысты видеоны жарияладым, өздеріңіз де көрген шығарсыздар. Енді сол видеоны жариялағаннан кейін кейбір адамдар жазып жатыр, комментарийді оқыған кезде жазып жатыр. Мүмкін бұның өзі тегінен тегін жасалып жатпаған нәрсе шығар, яғни Иманғалидің үндеуі. Енді комментарийлерді ашып қарасаңыз, бірден көзге түсетіні бұл Тоқаевтан кейін Иманғали президент болуға дайындалып жүрма деген комментарийлердің жөн жобасын оқып қарадым. Ал енді ойлап қарақшы, Тоқаевтан кейін Иманғали Тасмағамбетовтың кандидатурасы президентке келе ма? Әлде бұл жай ғана болжамның бірі ғана ма? Тоқаевтың биліктен кету мүмкін ба деген сұрақ жылт ете қалып еді. Тоқаев оған көп өтпей жауап берді, яғни Біріккен ұлттар ұйымына қызметке кетпейтінін, өзінің жаңағы президенттік мерзімі аяқталғанша отыратынын, елде реформалар жасауға жаңағы дайындалып жүргенін айтқан болатын. Ал енді Тасмағамбетов президент болу мүмкін ба? Тасмағамбетовтың биографиясына қарайтын болсаңыздар, әкімді көресіздер, министрді көресіздер. Және Тасмағамбетов Назарбаевтың тұсында өте үлкен оқиғалардың бел ортасында жүрді. Әрине Тасмағамбетовтың тілі өте майда, шешен сөйлейді, қазақтың сөздеріне, мақал мәтелдеріне, бір сөзбен айтқанда, қазақтың тіліне өте шебер. Және оның тұлғасы басқа саясаткерлерден анағұрлым көш ілгері деп айтсақ артық айтқандық емес. Өйткені Қырымбек Көшербаевтар, Иманғали Тасмағамбетовтер сол дәуірдің поколениясы, былайша айтқанда. Ол кейінгі әкімдерге қарағанда харизмасымен ерекшеленеді. Қазіргі әкімдерді мына Кремльдің саясаткерлерінің, политологтарының жаңағы зерттеулерін оқыған кезде байқайсыздар ма? Соңғы әкімдер дейді Қазақстандағы тым майдаланып кетті деп отыр. Тым майдаланып кетті. Бұрынғыдай мына Тасмағамбетов, Көшербаев сияқты бұлардың харизмасы жоқ деп отыр. Халықты, тіпті кейбір әкімдерді өз өңірінің халқының өзі танымай жатады деп жатыр. Бұнымен келісуге де болады, келіспеуге де болатын шығар. Бірақ шынында да мойындау керек, Тасмағамбетовтың харизмасы ерекше. Бірақ Тасмағамбетовтың тек керемет жаңағы сөзге шешендігі, саясаттағы карьерасы ғана емес, ол үлкен оқиғалардың қарсаңында жүргендіктен оның былайша айтқанда көлеңкелі тұстары да жетерлік, халықтың жадында қалған үлкен оқиғалар болды. Оның бірде бірегей деп айтсақ та болады. Бұл 2006 жылғы шаңырақ оқиғасы. Осы шаңырақ оқиғасының айналасында Тасмағамбетовтың аты былайша айтқанда бір қызметіне үлкен бір кетпестей бір дақ түсті деп айтайықшы. Өйткені Арон Атабектің ұсталуы, оның қаншама жыл түрмеде отыруы Арон Атабектің, және түрмеден босай сала шамалы уақыт өткеннен кейін өмірден өтуі. Сонымен қатар Иманғали Тасмағамбетовтың өзі билік құрып тұрған тұстары Назарбаевтың тұсында. Тасмағамбетов айтқан болатын, мен Назарбаевтың өнімімін деді. Яғни Назарбаевтың продуктысымын деп айтқан болатын өзін. Бұның өзі Иманғали қанша қызметке барса да, қанша жұмыс жасаса да, осы сөз оның артынан қалмай қойды. Ал енді бүгіндері Мәскеуде отырып ОДКБ-ны басқарып отырған адам халыққа осындай үндеу жолдады. Бұның президенттік сайлаумен тікелей байланысы бар ма, жоқ па, ол жағы белгісіз. Бірақ бұл нәрсе не себепті
осы Украина Ресей соғысының қарсаңында айтылды біріншіден. Екіншіден, Иманғали Тасмағамбетов көп уақыттар бойы ОДКБ-ның басшылығына барғалы халыққа осыншалықты үлкен көлемде үндеу жолдап, халықтың жаңағы жүрегін тебірентерлік сөздер айтпаған еді. Үнемі бақылауда, бірақ осындай халықтың жүрегіне тиетіндей сөз айтпаған еді. Бұған не себеп болды? Бұл жай ғана ақталу ма? Әлде келесі саяси жаңағы қадамдарға жасалып отырған жаңағы былайша айтқанда анонс па? Қалай ойлайсыздар? Иманғали Тасмағамбетовтың биографиясы келе ма? Ол әкім ғана болған жоқ Қазақстанда, министр ғана болған жоқ, ол Ресейде елші болған адам. Ресейде елшілік қызмет атқарған адам. Және бүгіндері Москвада отырып ОДКБ-ның басшылығында отырған адам. Бұл адам Қазақстанның келесі президенті болу мүмкін ба? Қаншалықты мүмкін бұл нәрсе? Сайлауға түсу мүмкін ба? Тіпті сайлауға түскен күннің өзіне жеңіске жету мүмкін ба? Қалай ойлайсыздар? 2029 жылы Тоқаевтың президенттік өкілеттігі аяқталады заң бойынша. Міне 2029 жылы Қазақстанның су жаңа 3-ші президенті болуға лайықты ма жалпы Иманғали Тасмағамбетов? Қалай ойлайсыздар, сіздердің жеке пікірлеріңіз қандай? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыздар, себебі бұл қызық тақырып деп ойлаймын. Иманғали Тасмағамбетов өте шебер сөйлейді, өте шешен сөйлейді, қазақ тіліне де орыс тіліне де жүйрік, кібіртіктеген кезін байқамайсыз, және өте сауатты сөйлейді. Саяси, тарихи сауаты, енді мен мойындаймын, тарихи сауатта, саяси сауатта өте керемет Иманғали Тасмағамбетовтың. Және өз карьерасында критикаға ұшырамаған саясаткерлер тым аз, жоқ десек те болады. Бүкіл саясаткер өзінің билікке жету жолында қандай да бір сын кедергілерге, халықтың үлкен жаңағыдай наразылығына, не болмаса сынына тап болатын, ол айтпаса да түсінікті, мінсіз саясаткер жоқ. Ал қалай ойлайсыздар жалпы, Иманғали Тасмағамбетов Қазақстанның су жаңа 3-ші президенті болу мүмкін ба? Лайық па жалпы осындай президент болуға? Тасмағамбетов, өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз.